Ассаламу алейкум достар. Бүгін біз сіздерге осындай қолбаудың тігілу жолын көрсетеміз. Сонымен мен қолбау тігуге турецкий барқыт матасын қолдандым. Қызыл және ақ түстерін қолдандым. Қолбауымыздың астына астарлыққа сати матасын қолдандым. Қолбауымызды құрақ қылатын болғандықтан құрақтың астына бөз қолдандым. Қолбауымыздың жиектеріне кант қолдандым. Құрақтарымыздың бұрышына бифлекс матасын қолдандым. Астына флизелин жапсырып, алдын ала дайындап алдым 3 бұрышты. Және құрақтарымыздың ортасына 3-3 см квадрат қиып алдым. Ленталарымызды алдын ала 2,5 см қалып, ақ және қызыл түстерден қиып аламыз. Алдымен бөз матамызды қоямыз. 3-3 квадрат ортасына қойып, ақ матамыздан бастаймыз. Түгін төмен қаратамыз. Түгін төмен қаратып тігеміз. Енді мына бұрышпен соған қарама-қарсы бұрышқа бифлексімізді қоямыз. Теріс бетін қаратып орналастырамыз. Екі шетінен тігіске қалдырамыз. Бұрын мен бұрышты лента қылып қиып қоятын едім. Қазір 3 бұрыштап қоямын. 3 бұрыштап қойған тиімділеу. Мінекей, бірінші блогымыз дайын болды. Осылай 4 түрлі блок тігіп аламыз. Екінші блогымызды бастаймыз. Ақ түстен бастаймыз. Түгін төмен қаратып тігеміз. Келесі ақ, сосын қызыл кезектесіріп 4 қатар тігіп шығамыз. Мінекей, осымен осындай блок шықты. Әр блоктан 2-2-ден тігіп шығамыз. Сонда 8 блок болады. Аяғына байлайтын қолбауға 4 блок, қолына байлайтын қолбауға 4 блок. Сонымен 4 блогымызды дайындап тігіп алдық. 5-ші құрағымызды қатарластырып тігеміз. 6 қатар лента тігіп шығамыз. Енді бәрін бір-біріне жалғаймыз. Өзіміздің қалауымызша келтіріп қоямыз. Осылай арасын бір-біріне жалғап тігіп шығамыз. Ұзын қолбау шығады. Мінекей, қолбауымызды бір-біріне блоктарымызды жалғадық. Осы соңғы блокты бұрыштап қиямыз. Ол үшін алдымен сызып аламыз. 5-ке байлайтын бау тағылатын болғандықтан екі шетінен қиғаштап қиямыз. Сызған сызғымыздың үстінен тігіп шығамыз. Матамыз
құрақтарымыз ашылып кетпеу үшін сызықтың үстінен тігіп аламыз. Енді артық жерін қиып тастаймыз. Мінекей, дайын болды. Енді кант тігеміз. Бірінші кантымызды тігіп аламыз. Кантымызды айналдырып тігіп шығамыз. Біріккен жерін бастаған жерімізге дейін кантымызды жақындатып, сәл артықтау қиып аламыз. Үстіне мінгізіп тігеміз. Енді бауларын тігеміз. Бесіктің қолбауына бау тігу үшін, байлайтын жерін тігу үшін енін 8 см, ұзындығын 1,60 немесе 1,50 қылып мата қиып аламыз. Қабаттап бір-біріне айқастырып тігеміз. Бүктеп, ұзындығынан тігіп шығамыз. Жібімізді қызыл түске ауыстырамыз, матамыз қызыл болғандықтан. Мінекей, дайын болды. Енді бесіктің астыңғы жағына байлайтын бауын тігеміз. Ұзындығы 30 см, ені 4 см. Екі бауға 2-2-ден 4 байлайтын тігеміз. Бүктеп тігіп шығамыз.
мінекей дайын болды. Енді бауымызға екеуін осы жағына тігеміз. Мына бауды мына жағына тігеміз. Екі шетінен 2 сантиметрдей қалдырамыз. Кішкене артықтау қалдырамыз. Екі-үш қайтара тігеміз. Бауымыз дайын болды. Енді астарын тігеміз. Астарымызды қиып дайындап аламыз. Бауымыздан сәл артықтау қылып қиямыз. Ішкі жағына қалдырамыз байлайтын жерімізді. Айналдырып тігіп шығамыз. Канттың тігілген тігісінің үстінен тігіп шығамыз. Айналдыруға ашық жер қалдырамыз. Артық жерлерін қиып тастаймыз. Енді айналдырамыз. ішіне қолымызды салып бұрышын шығарамыз. Енді ашық жерін тігіп жібереміз. Үстінен бастырып тігіс жүргіземіз.
Мінекей, қолбауымыз дайын. Сонымен сіздермен бірге бүгін тіккен қолбауымыз дайын болды. Ұзындығы 65 см, ені 14 см. Сонымен достар, лайк басуды және де достарыңызды біздің каналға шақыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.